Баршаңызға ассалаумағалейкум, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді түстік асқа картоп пен сүт қосылған өте дәмді жұмсақ блиннидің рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі картопымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң барып үккіштің көмегімен жақсылап осылай өткізіп аламыз. Ең кіші көзінен өткізіп алыңыздар. Енді үккіштен өткізілген картоптарымызды қолымыздың көмегімен осылай суын сығып тастайтын боламыз. Және де достар, менің YouTube арнама тіркеліп лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, алдағы уақытта оңай, жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Бұл тағамды түскі асқа немесе бестік шайға дайындап жүрсеңіздер, өте тойымды әрі оңай рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді суын сығып алған картоптарымызды бөлек ыдысымызға салып аламыз, және де үстінен сүтімізді құямыз. Мен және де төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, қанша қосу керек екендігін сол жерден көре аласыздар. Енді біздерге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып, енді жұмыртқалы массамызды картопымыз бен сүтіміздің үстінен құямыз. Бұл жерде венчиктің қажеті жоқ. Осындай вилкамыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Картоп піспейді деп ойламаңыздар. Картоп міндетті түрде піседі. Ең бастысы үккіштің ең ұсақ көзінен өткізсеңіздер жеткілікті. Үстінен ұнымызды, қопсытқышымызды саламыз. Енді жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Енді массамыздың үстінен көз мөлшерімен сұйық май құямыз, және де жақсылап тағы араластырып алатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызда 2 шөміштен құйып, тегістеп, блинни сияқты етіп пісіріп ала береміз. Сіздердің тапаларыңыздың астына жабысатын болса, ол кезде аздап майлап жіберсеңіздер болады. Енді бойында сұйық май болғандықтан мен май жаққан жоқпын. Енді осылай екі жағын қызартып пісіріп ала береміз. Енді пісіп шыққан блинниміздің үстінен сары май жағып жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, жоқ жұмсақ болып. Ал енді екіншісінде дәл осылай етіп пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай астын қызарттық. Енді келесі бетін қойып, дәл осылай қызартып пісіріп ала береміз. Пісіп шыққан бетіне сары майды жағып ала берсеңіздер де болады. Өте жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай әр піскен блинниміздің үстінен міндетті түрде сары май жағып тұрыңыздар. Сол кезде қатып қалмайтын болады. Ал мына жерде укроп қосып алдым. Мен үйімдегі балаларым укропты қаламайды салғанды. Сондықтан мен 2 бөліп алдым жаңағы массамызды. Біреуіне укроп салдым, біреуіне укроп қосқан жоқпын. Сондықтан өзіме арнап укроп қосып жасадым. Сіздер де укроп жақсы көрсеңіздер, укропты да осылай қосып пісірсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Блинниларымыз дәмді болып шығып жатыр. Бұнда үстінен міндетті түрде сары май жағып аламыз. Ал түске басар тағамымыз дайын болды. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Міне енді осылай қаймағымызға батырып жіберсеңіздер болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.